Жансүгіров колледж. Пәннің атауы психология. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы психологияға кіріспе. Педагогика және психология пәннің оқытушысы Нұрлыбаева Шырай Манатқызы. Бүгінгі сабақтың мақсаты білім алушылар бойында психология пәнін ұғымын, компоненттерін қалыптастыру. Психологияға кіріспе. Жалпы алғанда психология дегеніміз грек тілінен аударғанда психе жан, логос ғылым деген мағынаны білдіреді. Яғни айтқанда жан туралы ғылым. Психология психикалық процестерді сонымен қатар зерттейтін жеке ғылым болып табылады. Жеке ғылым ретінде даму кезеңіне тоқтала кететін болсақ, психология алғашында философияның құрамында болып, 19 ғасырдың басында өзінің шарықтау шегіне жетіп, философиядан бөлініп шығып, бөлек ғылым ретінде дамыған болады. Психология дамуында 1879 жылы алғаш рет Германияның Лейпциг университетінде психологиялық зертхана ашқан, психология атасы атанған Вильгельм Вундтың қосқан үлесі өте зор. Және осы орайда психологияның дамуының алғашқы сатысы да дәл осы эксперименталды психология ашқан Вильгельм Вундтпен өте тығыз байланысты. Психология дамуына еңбек сіңірген ғалымдар бұлар: Эббингhaus, Зигмунд Фрейд, Гиппократ, Адольф Адлер, Выготский және Абрахам Маслоу болып табылады. Олардың еңбектеріне тоқтала кететін болсақ, Гиппократ алғаш рет осы темперамент туралы айтып кеткен болатын, және ол темпераменттің 3 күйін көрсетіп кеткен. Келесі бізде Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд баршамызға мәлім психоанализді қалыптастырған болатын. Сонымен қатар Адлердің еңбегіне тоқтала кететін болсақ, Адольф Адлер бұл өзін толыққанды сезінбеу комплексін дамытқан болатын. Яғни баланың, тұлғаның белгілі бір ортада өзін толыққанды сезінбеуі, ортада орын таба алмауы және пікірін, ойын білдіре алмауымен жұмыс істеу қажет деп атап айтып көрсетіп кетті. Психологияның бөлімдеріне тоқтала кететін болсақ, психологияның негізгі еңбек психологиясы, педагогикалық психология, инженерлік психология, жас ерекшелік психология, арнаулы психология, салыстырмалы психология және әлеуметтік психология деген бөлімдері бар екен. Еңбек психологиясы бұл еңбекке баулуға жетелейтін психология. Педагогикалық психология дегеніміз бұл педагогикалық компоненттер арқылы психологиялық қасиеттерді, процестерді байланыстыра отырып, тұлғаны дамыту. Инженерлік психология дегеніміз өзінің атында айтып тұрғандай инженерлік саладағы психология болып табылады. Жас ерекшелік психологиясы бұл тұлғаны жас ерекшеліктерге бөліп жеке дара қарастырады. Арнаулы психология, яғни психологияның тереңдете оқиды. Сонымен қатар әлеуметтік психология бұл қоғамдағы психологияны қарастырады. Психологияның бөлімдеріне тоқтала кететін болсақ, психологияның негізгі 3 бөлімі бар. Оның алғашқысы психологиялық процестер, екіншісі психологиялық қасиеттер және үшіншісі психологиялық қалып немесе кейіп болып табылады. Психологиялық процестерге тереңірек тоқтала кететін болсақ, бұларға түйсік, қабылдау,
зейін, ойлау, қиял, ес жатады. Түйсік дегеніміз бұл сыртқы дүние заттары мен құбылыстардың адам бойында бейнеленуі. Қабылдау дегеніміз осы бейненің тұтастай қабылдануы. Зейін бұл сыртқы орта заттары мен құбылыстарына назар аудару. Ойлау дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстары адам ойында бейнеленуі. Және ес дегеніміз бұл сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам бойында сақталып, ұмытылып және қайта жаңғыруы. Психологиялық қасиеттер. Психологиялық қасиеттерге сезім, эмоция, ерік, темперамент, мінез және қабілет жатады. Бұл темперамент дегеніміз адамның бойындағы туа біте пайда болатын мінез бітістері болып табылады. Мінез дегеніміз жүре келе пайда болатын адам бойындағы ерекшелік. Және үшіншісі бізде психологиялық қалып немесе кейіп. Бұған абыржу, жылау, қорқу, қуану, зерігу сынды психологиялық жағдайлар жатады екен. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, үй тапсырмасына назар аударайық. Психологияның дамуына үлес қосқан ғалымдардың еңбектерін қарап, олармен танысып, қосымша ақпарат алып, лекцияны дәптерімізге толықтыру. Өтілген тақырып бойынша осы лекция құрамындағы тірек сөздерді, яғни глоссарийлерді дәптерімізге көшіріп жазу.